Кайырлы күн, сұхбатқа қош келдіңіз. Өзіңізді таныстырсаңыз. Қайырлы күн, армысыздар, эко-еріктілер және де көрермендер. Мен Жетісу облысының Казэкопатруль ұйымының еріктісі болып табыламын. Қазіргі таңда экологияны қорғау аясында жасалып жатқан жаңа жоба Жасыл болашақ экомобильді қосымшасымен айналысудамыз. Және де осы жобада IT координатор болып жұмыс атқарамын. Экомобильді қосымшаның атауы Жасыл болашақ, және де қазіргі таңда бұл қосымша тестілеу кезінде тұрған болатын. Осы қосымшаның әр қолданушысы өзінің эко деңгейін шығара алады. Одан бөлек эко ерікті ретінде қанша уақыт жұмыс істегенін және де экологияны жақсартуға қанша уақыт бөлгенін көре алады. Біздің жобаның серіктестеріне тоқталатын болсақ, біздің серіктестер ол Нұрсұлтан Назарбаев қоры, Алтын адам креатив центрі және де Казэкопатруль болып табылады. Жуырда біздің эко қосымшамызда экомаркет деген бөлім ашылатын болады. Бұл бөлімде әр эко ерікті және де қолданушы өзінің арнайы ұпайларына, экокоин деп аталатын ұпайына белгілі бір экологияны жақсартуға байланысты бір тауар сатып ала алады. Біздің жобамыздың ең маңызды бөлімшесі ол бізде қауымдастық болып табылады. Біздің қатарымызға қосылған әр эко ерікті әлемді жақсартуға және де экологияны таза ұстауға өз үлесін қоса алады. Және де экологияны жақсарту бұл біздің негізгі мақсатымыз. 21 ғасыр технология заманы болғандықтан біз команда болып осындай эко-мобильді қосымша Жасыл болашақ қосымшасын ойлап шығарамыз деп шештік. Осы қосымша арқылы біз әр адамның санасына жер планетасын таза ұстау керектігін онлайн түрде және де тез арада жеткізе аламыз.